Арнамызға қосылған көрермендерге таң нұрлы болсын дейміз. Эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Атап өткендей, бүгін 25 мамыр, соңғы қоңырау, сондықтан да эфир тақырыбы да осыған сәйкес сыңғырла соңғы қоңырау аталып отыр. Қымбатты көрермен, 22:11:55 біздің байланыс нөміріміз. Хабарласып, өздеріңіздің жақындарыңызды, достарыңызды, жора жолдастарыңызды құттықтап, немесе ұстаздарыңызға жылы лебіздеріңізді жолдап отырсаңыздар болады. Тақырып сыңғырла соңғы қоңырау. Дәл қазір біздің студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Ақтөбе қаласы нөмір 30 орта мектебінің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі Ораз Бердіғали және шәкірті Азамат Бимағанбет. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Таңғы көңілдеріңіз қалай? Бүгінгі таңдарыңызға сәттілік. Өте жақсы. Рахмет. Шақырғандарыңызға шақыру бойынша келіп жатырмыз. Жаңа таныстырғандай, нөмірі 30 Ақтөбе қаласындағы Қазақ орта мектебінде жұмыс жасаймыз. Оқушыларымызбен бүгін келіп атқан жағдайымыз бар. Енді мынау мереке қарсаңында дәл осындай жүлделі орынмен келіп жатсыздар. Әрине сүйіншінің үстіне сүйінші болып жатсыздар. Құттықтаймын, жеңістеріңіз көбейе берсін. Ал енді осы жарыс туралы әңгімені бастасақ, қай жерде өтті, қай облыстар қатысты, біздің құрама Ақтөбе облысынан қанша оқушы қатысты? Рахмет. Жарыс 3-7 мамыр аралығында Бурабай курорт аймағында өтті. Тоғызқұмалақтан республикалық ұлттық мектеп лигасы жарысы. Бұл жарыс форматы өте көп бола қойған жоқ. Тоғызқұмалақтан міне республикалық осындай жарыс екінші рет өткізіліп жатыр. Бұрын бұл спартакиада түрінде өткізілетін еді. Ол кезде спартакиада түрінде қалалық облыстық іріктеулер болады. Онан соң облыстың құрама командасына кез келген мектептің жақсы ойыншыларын қосып, құрама команда есебінде апарып жарысқа қатысуға болатын еді. Ал осы жарыстың өзгеше форматы болғаны, онда жоғары кластың оқушылары барады жарысқа көбіне, төменгі ортаңғы буынның оқушылары жарысқа көп тәжірибесі аздығына байланысты қатыса алмайтын еді. Мына форматтағы жарыс ұлттық мектеп лигасы өте жақсы ұйымдастырылған. Бұларда жас ерекшеліктеріне қарай 5-6 кластың өзара сайысқа түседі, 7-8 кластар өзара сайысқа түседі, және 9-11 кластар 3 жас ерекшелігімен өткізіледі. Кез келген қазіргі республикалық ұлттық лига жарысы осы 3 жас ерекшелігімен өткізіледі барлық спорттық түрінен. Сонымен қатар өте жақсы жағы, бұрын жаңа айтып кеттім ғой, облыстың құрама командасы баратын болса, қазіргі кезде баратын жарысқа, мысалы 5-6 кластың оқушылары болса, ол жарыста басқа мектептің оқушылары бара алмайды. Облыстан, қаладан сол мектептің бірінші орын алған командасы ғана қатыса алады. Жарыс форматы өте жақсы деңгейде өтті. Ұлттық республикалық бұл енді бұрынғыша айтқанда спартакиада деп айтуға да болады. Өте үлкен жетістік. Біз 5-6 кластар 2 ұл, 2 қыз бала, яғни составта команда құрамында 2 ұл, 2 қыз бала 4-еуі бірінші, 2-ші, 3-ші, 4-ші тақта деп тақталарға бөледі. Содан кейін осы жарысқа бардық. 5-6 кластардан бізде нөмірі 24-ші лингвистикалық мектеп гимназияның оқушылары барды. 7-8 кластарды арасында жарысқа нөмірі 30-ші Қазақ орта мектебінің құрама командасы барды. 9-11 кластар арасындағы жарысқа да осы нөмірі 30-ші Қазақ орта мектебінің құрама командасы барды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Балаларға өте ұнады, өте жақсы болды. Енді жетістікке келетін болсақ, 5-6 класс жастар бойынша Ақтөбе облысының командасы 7-ші орын алды, 14 команда қатысты. 7-8 класстар арасында жалпы командалық есепте бірінші орында Ақтөбе облысының командасы жеңіп алды, яғни біздің облыстың командасы. 9-11 класстардың арасында да Ақтөбе облысының құрама командасы бірінші орынды жеңіп алып, яғни бұрын болмаған осындай үлкен жетістіктерге қол жеткізіп келіп отырмыз. Керемет. Сонымен қатар жарыс командалық
және жекелей болды. Жекелей жарыста 7-8 класстар арасында бірінші тақтамыз, екінші тақтамыз және төртінші тақтамыз. Тақтада ойнаған спортшыларымыз чемпион атанды. Үшінші тақтада ойнаған спортшымыз үшінші орын алды. Ал 9-11 класстар арасындағы жарыста бірінші тақтамыз чемпион атанды, екінші тақтамыз үшінші орын. Сонымен қатар 5-6 класстар арасында үшінші тақтамыз үшінші орын алды. Жалпы 12 бала жарысқа барды. Әр жас ерекшелігінен ол екі қыз бала. 3 жас ерекшелігі бойынша 12 оқушы жарысқа қатысты және осындай үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Біз өте қуаныштымыз. Осы орайда Ақтөбе облысының білім басқармасына және Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми практикалық қосымша білім беру орталығына мектебіміздің атынан, жалпы құрама команда оқушыларымыздың атынан және оқушылардың ата-аналары тарапынан алғысымызды білдіреміз. Яғни осы жарысқа қатысуға мүмкіндік жасап, барлық жағдай жасаған үшін рахмет. Сонымен қатар өзіміздің мектебіміз және осы мектептің басшымыз, директорымыз Өтеғұлова Терекова Жанар Өтеғұлқызына, үлкен мектеп әкімшілігіне рахметімізді білдіреміз. Осы жарысқа қатысуға бізге барлық жағдай жасағандар үшін. Енді Азамат, бүгінгі таңда байқап отырсақ, өзің осы 7-8 сынып оқушылар арасында үздік атанып, жеңімпаз болып келіп отырсың. Жалпы осы ұлттық ойын түріне, тоғызқұмалаққа деген қызығушылық қалай басталды, қалай артты? Және де жетістікке жетудің бір өзіндік құпиялары бар ма? Немесе қандай қасиеттер болу керек? Саламатсыз ба? Менің есімім Бимағанбет Азамат. Номер 30 Қазақ орта мектебінің 7 класс оқушысымын. Менің ағайымның есімі Қабеев Нұрбек, Ораз ағайым бар. Қабеев Нұрбек ағай бастауыш класстан маған шақырды, ұсыныс берді қатысын деп. Солай басталды қатысуым. Енді бүгінгі таңда ең өзіңнің бір сүйікті пәндерің бар ма? Дене шынықтыруға қалайсың? Енді бұл жалпы менталдық тұрғыдағы ой сана жұмыс жасайтын ойын түрі ғой. Өзіңе қандай үлгідегі спорт түрлері ұнайды? Бұдан бөлек. Футбол ұнайды, дене шынықтыруға жақсымын, жақсы көремін ондай сабақтарды. Қатысамын әрдайым. Футболға да қатысып жүрмін. Тамаша. Осы орайда тағы қосымша айта кететін, мектебімізде 2007 жылдан бастап тоғызқұмалақ үйірмесі жұмыс жасайды. Осы 2007 жылдан бастап біздің түлектеріміз негізгі біздер әуелде осы тоғызқұмалақ үйірмесін ашқанда бастауыш класстардан бастап ашуды жөн көрдік. Яғни олар бастауыш класстарда осы мектеп үйірмесіне қатысады. Содан кейін нөмірі 1 облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне ары қарай шеберлігін шыңдау үшін сол жаққа жібереміз. Біздің мектебімізде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып Қабеев Нұрбек Аманқосұлы жұмыс жасады. Биыл, яғни ол осы оқу жылында облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің аға жаттықтырушысы болып қызметке ауысуына байланысты қазіргі кезде сонда қызмет жасады. Оған дейін біздің мектепте қызмет атқарған болатын. Осы кезден бастап біздер бастауыш класстардан ары қарай жалғастырады. 4 класты бітіргеннен кейін 5 класстан бастап олар осы облыстық жасөспірімдер спорт мектебіне шеберліктерін шыңдай бастайды. Мектебімізде мақтанышы, яғни біздің мақтанышымыз деп айтуға болады. Әлем чемпионы 11 класста шықты. Ақтөбе облысында бірінші рет Алдабергенова Гүлжанат деген оқушымыз, түлегіміз осыдан 2 жыл бұрын бітірді. Қазір Ақтөбе қаласындағы педагогикалық институттың спорт, дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша 2 курс студенті. 8 рет Қазақстан Республикасының чемпионы болды, 2 рет Азияның чемпионы болды. Сосын 2019 жылы Түркияда өткен әлем чемпионатына қатысып,
осы чемпионатта чемпион болып халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағын қорғады. Және жаңа айтып отырған Кабиб Нұрбек Аманқұлұлы өзі де тоғызқұмалақпен бала кезінен бастап айналысып, қазіргі кезде 2 дүркін әлем чемпионы, Азия чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Және бұл еңбегіміз тек осы санаулы ғана адамдар емес, сонымен қатар өзіміздің ұжымымыз, дене шынықтыру ұжымы, мектебіміздің ондағы жұмыс атқаратын әрбір мұғалімнің қосқан үлестері өте жоғары. Әрине, Бұл азаматтардың еңбектерінің арқасында біздің спортшыларымыз биік белестерді бағындыратын сөзсіз. Ал енді мынаны айтыңызшы, соңғы сауалымыз, осы тоғызқұмалақ спорты балаға қандай оң әсерін тигізеді бала үшін? Қысқаша айтып берсеңіз, бір-екі ауыз. Енді шешім қабылдау өте жылдам, шапшаң. Тоғызқұмалақтың бірнеше түрі бар, классикалық блиц дейді. Міне осы тоғызқұмалақпен айналысу арқылы оқушылардың интеллектуалдық ойлау қабілеттері өте жоғары деңгейде дамиды, тез шешім қабылдауға және дұрыс шешім қабылдауға. Сонымен қатар, жаңа сіз сұрақ қойдыңыз, азаматқа тағы қандай спорттың түрі? Тек қана тоғызқұмалақ емес, мектебімізде қазіргі кезде міне кеше чемпион болып келген Мамыша Даяны деген оқушымыз, ол тоғызқұмалақтан спорт шеберлігіне үміткерлік, сонымен қатар қалалық өзіміздің мектеп құрама командасының мүшесі волейболдан, сонымен қатар гір көтеруден, балаларымыз тек қана тоғызқұмалақ емес, жан-жақты футбол, Жанбау Диас деген Қазақстанның 2 дүркін чемпионы, қазір 10 класста оқиды. Кеше жарысқа барып чемпион болып келді. Осы Жанбау Диас Азия чемпионатының қазіргі кездегі жүлдегері, 2 жыл болды. Қазақстан Республикасының өзінің жас ерекшелігінде Қазақстан Республикасының чемпионы. Енді әңгімеміздің барысын тыңдап отырмыз. Енді бұл мектептен түлеп ұшқан оқушылар, әлі күнге дейін оқып жатқан оқушылардың да жетістіктері мол екен. Ендеше дәл сол оқушыларыңызды, өзіңіздің ұжымыңызды құттықтап қойсаңыздар болады. Екінші камера сіз үшін жұмыс істеп тұр. Бүгін Сыңғырлы соңғы қоңырау 25 мамырға арналған арнайы тақырыбымыз. Ендеше осы бір мерекеге байланысты шағын тілегіңізді айтсаңыз болады. Жақсы, рахмет. Нөмірі 30-шы Қазақ орта мектебінің 11-ші класс түлектері, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау салтанатымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер 11 жыл бойы осы мектепте білім алдыңыздар. Ұстаздарыңыз, ата-аналарыңыз сіздерге үміт артып отыр. Осы алдағы болашақтағы болатын ұбт-дан өте жақсы бал жинап, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңыздың иесі атануларыңызға шын жүректен мектеп ұжымы атынан сіздерге тілектеспін, және сәтті сапар болсын, жолдарыңыз ақ болсын. Қашанда осындай биік белестерді бағындыра беріңіздер. Шәкірттеріңізді тек қана толағай табыс тілеймін, жеңістер көп болсын. Қымбатты көрерменіміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте әлем ұстазы атанған ақтөбелік біздің мұғаліміміз бар екен. Дәл сол ұстаз туралы арнайы бейнесюжет кездер салайық.